Дайынсыз ба? Иә, дайынмын. Дайынсыз, иә. Ендеше Диораның алғашқы үміткері, келіңіз. Қош келдіңіз, жайғасыңыз. Есіміңіз? Есімім Бексұлтан. Ассалаумағалейкум, баршаңызға. Бексұлтан. Жасыңыз нешеде? Жасым 24-те. Құдай қаласа 24-те. 25-те толамын. 25-ке енді толасыз. Қай жақтың тумасысыз? Мен Түркістан қаласынан боламын. Неге Диора? Неге Диора? Бір көргеннен ерекше, басқаларға ұқсамайды. Ойы да ұзын, өзім сияқты. Негізі сіз Диораны үміткер болып келіп жүрген кезінен бастап көзіңіз түсті ме, әлде осы қатысушы болып келгеннен бастап? Осы жақында келген екенсіз. Жақында келген Иә. кезде міндетті түрде келуім керек дедіңіз ғой. Иә. Диора, енді сұрақ қоясыз. Өзіңізді қызықтырған сұрақтарыңызды бастап қоя беріңіз. Отбасын, бұрынғы қарым-қатынастарын сұрай беріңіз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сұлтан дедіңіз ғой, иә? Иә. Сіздің бойыңыз қанша? Менің бойым 1,85. 85. Аққобадан келгенсіз ба? Ау? Аққобадан келгенсіз ба, или... Аққобадан келгенсіз ба дейді сізге. Енді Диора, Аққобаға келетін сияқты. Да? Иә, сонда енді бір сары жігіт емес, бірақ ақшылдау деп айтайыншы. Қай жерде жұмыс жасайсыз, или кім болып жұмыс жасайсыз? Мен артық нәрсе айтпа деді. Жеке кәсіпкер дей салайын, жеке бизнесмен кішігірім. Артық нәрсе айтпа дегенде айта берсеңіз болады, бірақ нақты мысалы өзіңіздің компанияңыздың атын айтпай ақ қойсаңыз болады деген сияқты. Бутик бар, бізде телефон сатамыз. Үш бутик Иә. бар. Сонымен айналысамын дейді, яғни кәсіп. Бұрын тұрмыста болғансыз ба? Енді 24 жаста сондай. Үйленгенсіз бе? Жоқ, бұрын соңында ондай болмады. Иә. Иә, Диора. Соңғы отношения қашан болған? Соңғы 3 жыл бұрын. 3 жыл бұрын. Неге ондай долгий срок? Долгий срок болғанда енді. Сондай жағдай болды енді. Жоқ? Әзірге жоқ. Жақсы Балауса қатысып ханым. ойбай, не болды? Мен бұл жігітті танып тұрмын. А? Иә, мен бұл жігітті танып тұрмын. Қайдан? Короче, мен Ақтөбеде жүрген кезде бір қыс болған. Ана Ақтөбенің бір қысы андай ғой, бір кәдімгідей не істеп қалады, жол жауып тастады. Ол фура айдайтын жігіт қой негізі. Сол кезде андай гуманитарлық көмек көрсеткенбіз, осы жігіттерге жолда қалып қойған ғой, жаңағы дизельдері бітіп қалып. Сол жігіт танып тұрсың брат мен. Осыларға тамақ беріп, жаңағы бензин құйып беріп не істегенбіз. Неге таза фура айдайтын жігіт, шамалы арқасы қисық көріпті сол. Сіз қызықсыз. Негізі, Диора 185 пе 190 ғой. Просто жаңағы фура айдап бүйтіп қалған ғой. Негізі танып тұрмын. Қазір енді басқа жұмыспен айналысып жатыр екен, бірақ енді жолда қалып Ол 2 жыл бұрын ба, 1,5 жыл бұрын ба сондай. Соның бәрін айту керек па? Енді Сіз бір нан апарып беріп, тамақ апарып беріп дегенде бір өзіңіз асырап өсірген адам сияқты. жоқ, андай қиын сәт болды сондай дейді. Жақсы, бірақ көмегіңізді Бірақ күшті танысып кеттім, өте жақсы жігіт. Танысып Иә, кеттіңіз. мен Упучукты Сатдәулетті бұрыннан танимын. Садәулет, сіз де танисыз. Иә. Танымайтын адам сияқты. Ассалаумағалейкум бауырым, қош келдіңіз. Иә, сол Ақтөбеде Упучук екеуміз бірге болғанбыз десең. Бұл сол қыз ғой десең. Сол қар осы жігіт десең. Жарайды. Бауырым, жақсы танимын. Қош келдің бауырым. Өте таңдауың жақсы сияқты. Енді мен Диораны жақсы сөйлесіп те үлгермедім, бірақ таңдауың жақсы сияқты. Өзі де жақсы жігіт, негізінде өзі өте пысық, іскер, жатпайтын, тек қана бір тірліктермен айналысатын, сондай өзімнің красавчик бауырларымның бірі. Қадам оң болсын. Красавчик шырмалдық ашылғаннан кейін асықпай сөйлесеміз. Балауса аға, мен қоя кетсем сұрақ. Иә, қойыңыз. Бексұлтан, қош келдіңіз. Сіз жаңа айтып кеттіңіз ба, Диораны мен бұрыннан осы келген уақыттан бастап көріп жүрмін деп айттыңыз ба? Иә, осы жақында. Қатысушы болып келгеннен бастап. Қатысушы болып келгеннен бастап. И кеше Инстаграм ақтарып жаттым. Видеоларында бар екен, бұрын келгені бар екен. Бір жігітке үміткер болып келген ба, соны көрдім. Сөзіңізге уверенно айтып тұрсыз ба дегенім ғой? Иә. Точно көріп жүрмін деген. Неге? Көріп жүрмін дегенде енді осы жақында. Бір өтірік сөйлеп отқан секілді негізі. Потому что ол әсемге жазып жүрді да негізі, бұл бала әсемге жазып жүрген негізі. Мен саған үміткер болып барамын, мені күт деген әңгімелерді айтып жүрген болатын. Бірақ мына жерге келіп алып, Диораны таңдап, енді өтірік сөйлеп отырған секілді негізі. Мен айта кетейін енді. Иә, айта қойыңыз. Осыдан бір апта бұрын, или 10 күн бұрын әсемнің өзі маған подписка істеді Инстаграмнан. Иә. Ол рас. Енді осыдан тоже бір 2-3 күн бұрын ба историясын салып қойыпты. Жексенбі күн по идее. Мен бүгін сториске шықпаймын, настроением жоқ, күні бойы Инстаграмда болмайды жазып жүрді. И мен просто тупо тұрдым да, не үшін деп жазып жүрдім болды. Сол жерде просто общение басталып кетті болды. Мен ол кісіге сұрақ қойдым, сосын сізбен жолығу үшін былай жолыға аламыз ба, әлде тек жобаға бару керек па деді. Одан кейін жобаға келесіз деді, и сол жерден номерін берді.
ау бір апта бұрын айтылды. бір апта бұрын емес осы Бірақ та емес, үш төрт күн бұрын. Балауса ханым айта кетсем иә, осы жерде Иә. маған подписка жасапты деген әңгімелер керек емес, негізі еркек басыңызбен ана жерде. Және де бұл кісі маған инстаграмнан жаңағыдай жазған болатын. Мен сізге типа былай сыртта сөйлесе аламыз ба екеуміз деген сияқты. Мен бұл кісіге айттым, жоқ, біз сыртта сөйлесе алмаймыз. Өйткені мен жобада отырған адаммын, если келгіңіз келсе, жобаға келіңіз деп. И осы редакторлардың номерін берген болатын бұл кісіге. Солай сөйлесіп, негізі маған келем дегені бар еді. Соны айтып отыр, негізі ол негізі айтылатындай әңгіме емес. иә айтылатын әңгіме емес негізі Жақсы. Айдел қатты ондай не болған жоқ Иә, Осы сұрақ негізі қойдым сіздің мен, қазір болды. үміткеріңіз бар. Иә, менің үміткерім бар, сондықтан Одан кейін нәтижелі енді Диора келгеннен кейін бәлкім ұнатып қалған шығар, талғам өзгерген Ал саған мынандай ойда деп тұрды енді қазір Әсемнің үміткері бар ғой, негізі білмеймін Әсемге келгісі келген сияқты да, либо келіп тупо жаңа жаза салдым деп айтты ғой, Диораға да келіп тупо кіріп кете салған секілді. енді мынандай ғой сен менің ойымды білмейсің мысалы не ойлап жүргенімді сен Менің білмейсің ойымды айтып жатырмын да. Балауса ханым, Айгүл, иә, қош келдіңіз, Бексұлтан. Негізі екеуі өте әдемі жарасып тұр, жап-жақсы жігіт болып кіріп келді. Бірақ бір әңгіме сұрамай қалды. Жаңағы Әсеммен айтқан кезінде, негізі ол өзі бірінші подписаться етті деп, сондай нәрселер андай еркектің бір жібереді біріншіден, екіншіден сіз айтып отырсыз, подписаться ете салды, ал мен сосын тұрдым да, не үшін деп просто так жаза салдым. Сонда сіздікі просто так екен да, ол Әсем де сізге просто так подписаться ете салған шығар деп қарауға да болатын еді да. Андай кішкене қызды бір бүйтіп, өзі ғой бірінші яған деген сияқты көрсетіп керек еді. жарайды бұл жігіт енді Бексұлтан ассалаумағалейкум қош келдің бауырым сырттағы жігіт қой енді Әсем біздің іштегі қыз мысалға жоба шартын значит бұзып жатыр деген сияқты сырттағы если сөйлесетін болса деген сияқты бір жағынан Әсем негізі қарайтын болсаңыздар алдына Заринаға келген үміткер бар ғой ол кезде де Әсемнің аты қозғалды Әсеммен сөйлескен Әсеммен кездескен сөйлескен деген сияқты бұл кезде де тағы әңгіме шығып жатыр да Әсемнің аты неге қозғала береді әр жігіт келген сайын деген сияқты ғой Әсем негізі осы жердің саттауреті болды ғой келген үміткерлердің бәрін танып мен наны танимын деген сияқты сондықтан Әсемге бір жағынан иә Бекзат. қойсайшы болғанда мен Әсемге жылайтын ештеңе айтқан Әсем, жоқпын. микрофонды алыңызшы. Не жыламаңыз, жылайтындай не айтылды? Жоқ, Балауса ханым мына жерде халыққа келеді да барлығы осындай ой тастай береді, как будто бір Әсем жігіттерге өзі жазып жүр, өзі жабысып жүр деген сияқты. Каждый раз мен сондай атқа қалып кете беремін да, мына жерде білмеймін Бексаттың мақсаты мені сөйтіп көрсету ма. Мен бұл кісіге ешқандай арам оймен өйтіп подписка жасағанымды да даже білмеймін. Бұл кісі өзі маған бірінші болып жазды. Мен бұл кісіге жазып үміткер болып келіңіз деп мен шақырған жоқпын бұл кісіні. Жақсы енді андай ғой Әсем меніңше сен жылайтын нәрсе айтқан жоқпын негізі біле білсең жай ғана шынымен де алдында үміткер келді ғой сен алдың просто қозғала береді сенің сөзіңнен жылап отқан жоқпын мына жақта просто жан жақтан неғып сен сондайсың неғып жігіттер келген кезде сен қосыла бересің деп жан жақтан әңгіме айтып кетті да сол сөздер сиіп кетіп жатыр просто болды маған вообще внимание өйтіп не істемей Балауса ханым, ол жерде енді жылайтын ештеңе жоқ сияқты. Әсем, өзіңізге келіңіз, себебі сіз өзіңіз шындықты білесіз. Жігіттің өзі жазған болса жазған шығар. Қазір қобалжып, енді Диорадан ыңғайсызданып, солай да айтып отырған шығар. Бір соншалықты сөгетіндей бір араларыңызда қарым-қатынас ештеңе болған жоқ, бір мән беретіндей нәрсе емес сияқты. жоқ осы жерде Жігіттер кешелі бері Әсемге қатты тиісіп жатыр. осы жерде- Тиіспеңіздерші, өзі кіп-кішкентай қыз. Нағыласыздар? андай нәрсе ғой енді шынымен алдында отырғандай кәдімгідей жаман болып қалды негізі іште енді кішкентай өзі ортамыздағы кішкентай қарындасымыз ғой негізі Бекзатқа да айтамын да қыздың көңіліне сәл тию саған сән болып кеткен сияқты осы өзіңді істеп жүрген былықтарың пікірлерімен қосып осындай керемет қыздарды жылатып отырасың негізі ол дүние дұрыс емес по идее өзің біліп тұрсың негізі қарашы айналайын очко демей жинамай ақ қойшы ма қара конкретно осы жерде бар ғой очко жинап өйтпей ақ қойшы очко емес ол мәселе одан бері ақындар тоқта Ернар мен сен ұятсызсың сен осындайсың деп бетіне басып айтпа не бірдеңе жоқ сен қарасаң сен қалайсың жоба шарты қандай деген сияқты сен мысалы редакцияның көзінше қызды алып келгенде бұл кісінікі ештеңе емес өзі жігіт жазған екен по факту қарашықта отырған ештеңе жоқ ол сен сияқты редакцияның көзінше басқа бір адам бөтен адамды алып келіп жүрген қыз емес иә қара енді бұл сырттағы жігіт қой Әсем іштегі қыз түсіндің ба егер де бірінші шығып жатсам мен демес едім мен қарашы Әсем мынандайсың деп жылайтын нәрсе айтқан жоқпын сен өйтіп халықтың ашық жинап ондай ешқандай болмаған мен айтамын ба по факту по ситуации ешқандай очко деген мына жерде емес по факту тоқта сырттағы былықтардың деген не әңгіме Exact. Потом. Жақсы. Жоқ енді бәрін былықтар не әңгіме деген қалып отқан енді көріп жүрміз ғой бәріміз естіп жүрген Ернар, сіздердің сөздеріңізді ешкім естіп жатқан жоқ. Диора, Біз біртүрлі болып қалдық қой тыңдап. иә, шымылдықты ашып алсақ қалай? Иә. Шымылдық ашылсын. Жанымды тербеші, need you baby Қасымнан кетпеші, love you baby Сөзіммен сенсеңші I love you baby Барымсың берілген, I need you baby Ол жай тек мен I love you baby Let me love you baby Шымылдық ашылды. Не деген әдемі гүлдер. Мәссаған. Диораны енді гүлмен байланыстыратын болдық қой.
жайғасыңыз. Әсеріңіз қандай? Қандай елестеттіңіз? Ой, өте әдемі гүлдер екен. Иә, Диора. Өте сұлу жігіт екен. Гүліңізге рахмет, қуанып қалдым. Танысқаныма қуаныштымын. Рахмет сізге де. Қандай деп елестеттіңіз Бексұлтанды? Қазір қандай ойдасыз? Мен елестеткенде груз айдайтын, сразу резко сондай ойыма келіп кетті. Сіз енді кеше ғана айттыңыз ғой, аққұба, бойы ұзын, бір жақсы жігіт келсе екен деп. Бой десе бойы бар. Амандағы жігіт келіп тұрған секілді. Ой, өте қуаныштымыз сізге ұнап тұрғанына. Жаңағы мен мәбі күшті активный болып отырғаным ше. Соны айтамын. Бексұлтан, ойнап айтамын, танимын, өзі блогер бауырымыз ғой. Жаңа шамалы кімнің реакциясын көрмеген Диораның. Бірақ та гүл өте әдемі екен, бірақ көзіңе базар жоқ. Эльдар, тоңдырып тастаған өткен күнім, сұрап қолдар амашқа гүлің. Болма. Негізі ренжімеші, жігіттер негізі шыны керек мынау айтып отыр, бағанан бері келгенсің. Негізі елдер қайта гүл жайлы айтып керек емес сияқты. Берсең шынайы шын ниетімен берді. Бергеннен кейін ол өзінің әпкесін қалауымен де берді. Сондықтан керек емес мына жерде. Елдар гүлдің бәрі. Оған да қазір алды да әсем сияқты жылап қалады. Не болды одан кейін ол? Бір-біріңізден өтіп түсіріп жатсыздар елдерді. Бізде дәл қазір жарнамадан кейін таныстық жалғасы ма жоқ па, бірге білетін боламыз. Әңгіме ойдан шығарылған сияқты. Бірақ сол айдаған рас. Ол ситуация болған, иә, бірақ қазір блогерсіз. Бұрын соңында блогер болдым. Қандай форматта жүргізесіз дегенде не туралы айтасыз, вайн түсіресіз бе әлде? Мен дәл қазір блогер емеспін ешқандай да. Бұрын соңында бірақ түсіргенмін видео. Жақсы. Қазір кәсіппен айналысасыз ғой? Иә. мына жақта сұрақ туындап отыр енді. Үміткер келіпті, әсемнің өзінің үміткері бар, Эльдар енді өткен этап, оларды қозғаудың қажеті жоқ. Қош келдіңіз деп айтқым келіп отыр. Негізі сіз бізде Диора өте нәзік жанды. Мысалы, ертең бәрі жақсы болып жатса, сол кезде отбасыңызбен бірге тұру керек болады ма, ата-анаңызбен бірде, әлде әдемі тұрасыздар ма? Енді мынандай ғой, біз үйде бесеуміз. Мен үйдің кішкентайымын. Ең кішкентайым. Мынандай әңгіме бар ғой, енді енеге қандай келін жағады, сол кісімен тұрады деген. Құдай қаласа алдағы уақытта көреміз оны. Ал негізі Диора, сіздің ата енемен тұруға көзқарасыңыз қандай? Жалпы былай жаман оймен қарамаймын. Мен өзім сондай отбасыда өскенмін. Мен екі әпкем де енелермен тұрады. Мен ондай жаман ойға былай ойым жоқ. Осы ханым, Диораға да сұрақ туындап тұр еді. Диора, мысалы қараңыз, Диора, мысалы қараңыз енді, бәрі жақсы болып жатыр дейміз, иә? Ата-анамен қарсы емеспін дейсіз тұруға. Бірақ мысалы сізді ауыл жаққа алып кетіп, сол жақта тұрсаңыз қандай болады? Бірақ мен оған дайын емеспін. Мен өзім карьерам бар, мен өмірде қалайтын желание болады ғой. Соларды егер маған басып, жоқ, сен тек үйде отырасың десе, мен ондайға келіспеймін. Мен бекерге былай жұмыс жасап жүрген жоқпын, үйде отырып қалатындай. Соған айтып кетейін, сіз прям келіншегіңіз үйде отыру обязательно ма, или жұмыс жасап, өзінің карьерасын жөндеген қалай қарайсыз? Мен ондайға қарсылығым жоқ. Өзінің қалаған. Негізі жалпы Диора, сіз мысалы қанша уақытта тұрмыс құруға дайынсыз, осындай уақыт деп. Сіз жақтан да тарап, мысалы, осындай уақытта мен дайынмын деген уақыттарыңыз бар ғой, период времени, когда вы готовы? Мен ойлаймын, жарты жыл адам бір-бірін танысу керек, білу керек, мінездері дұрыс келе ма, жоқ па. И жарты жылдан кейін, егер махаббат болып жатқан болса, той ұйымдастыруға болады. Балауса ханым, мен айтып кетсем рұқсат па? Балауса ханым. Иә, барыс, қалмай алдым сізді. Қайырлы күн. Мен айта салайын деп едім, Балауса ханым, негізі бізде Фатима ханыммен таныстық тоқтайды. Біз достық шеңберінен шыға алмадық, аса алмадық. Сол себептен ол кісі қазір Қазақстанда жоқ. Мен ары қарай өзімнің үміткерімді күтемін. Ал тіл табыса алмадыңыздар? Тіл табысқанда енді ұрыс ештеңе болған жоқ, бәрі жақсы, бірақ достық шеңберінен шыға алмадық. Араласып көрдік, сөйлесіп, ештеңе шықпағаннан кейін дос болып қаламыз деп шешім осындай, мен өз үміткерімді күтемін. Жақсы, біз енді ойлап едік. Жақсы үміткер күтесіз. Елдар. Қайырлы күн, Балауса. Қайырлы күн. Біздің қатысушы жігіттер қыздарға айтқым келеді, гүл туралы қозғамай қойсын деп ше, негізі. Мен бұл гүл екенін енді көзім көреді, Аллаға шүкір. Енді менің бастамасы болғаннан кейін өзім сондай гүл бергім келді, атак менде ондай гүл бере аламын мен негізі. Жалпы бергім де келеді негізі. Просто шын ниеттен берген гүл болған. Енді үміткер ештеңе деп тұрған жоқпын, енді қандай ойда берген кім біледі негізі, бір Құдай біледі. Қандай ой болуы мүмкін? Жоқ, мен ойымша мен қалай айтсам болады. Тыңдайық енді. Иә. Бұл жігіт мен ойымша шынайы келді деп ойламаймын. Неге десеңіз, енді көріп тұрғанда жаңа.
Нұрай? Нұрай айтқандай, Иә. әсемге жазғандай енді аяқта үміткер жоқ болғаннан кейін енді қыздардан енді сол менің ойымша спонтанно келе салды деп ойлаймын Диораға. Жақсы. Жоқ, шынымен де жігіттер, ер азаматтың өзінің түсіріп әзілдеп отырғаны дұрыс емес. Әділет сізге қатысты. Иә. Енді айтайын енді ол жолы да жаңа айтып отыр ғой, мен енді Бексұлтанды бұрыннан танимын, сен неғылсың, сен ашылса сен өте күшті сөйлейтін жігіт, кәдімгідей талай сөйлегенде қыздар бүйтіп отыратын еді, андай бір туған күнде көріскен кезде енді Диораның мысы басып отыр деп ойлаймын негізінде, өйткені кез келген жігіттің көзқарасын қараса бүйтіп уже не істеп жатыр да. Бірақ елдерге айтқым келетіні мойыма красавчик. Енді Диораның жаңа гүлді көргенде реакциясын жаңа қасына баратыр. Мына қандай гүл десем, бір гүлдің аты кустовые розы деген айтып, маған ең ұнайтын гүл бірдеңе деп айтып жатыр да. Енді қыз баланың талабына сай жасасаң, енді күшті да. Ал мен сені қандай ниетте бергенімді ол жағын мен толық білмеймін. Бірақ та Бексұлтанға айтарым, ашыл, спокойно, қыз баламен әңгіме айтып, толық сен сұрақ қойшы, Диора енді қыз бала ғой, не дегенмен. Айтайын ба? Енді мен айта кетейінші, саған жауап беріп кетейінші. Енді бір берген шөпті әуле қыла бермейді, шыны керек ше. Шөп? Иә, шөп. Иә, ромашка ма? Шөп. Мысалы, қарап тұрсаң қарашы, негізі сен гүлді различать етесің ғой, негізі бір 2-3 күн ғана негізі құнына гүлді алады, сол жато қыз эмоция қалай? Бәрі көңіл ғой, мен гүлдің бәрі көңіл. Мен өйтіп гүл таңдап отқан жерім жоқ. Гүлдің бәрі все-таки қызға ұнау үшін сыйлайды. Сондықтан причина қылып гүлді жамандап отқан керегі жоқ деп ойлаймын. Негізі қыздардың гүлге бір қырылғанын көргем, ұлдардың гүлге қырылғанын бірінші көріп тұрмын меніңше. Бұл екеуі деген. Бірақ енді Айгерім біттің бе? Айттым болдың ғой негізі. Сұрақ қалдырмады ғой Айгерім деген. Атмосферасы бір түрлі болып кетті. Айгерім сөйлейді, кім еді? Диора сөйлейді да, сәлеметсіздер ме кісілер дейтін сияқты сөйлеп жатыр да. Одан елдер шықтың яқтан сондықтан. Диора негізі сіз көбейіп кетті сөзім. Мына жақта қысқа да нұсқа айтайыншы. Мен неге ол сұрақтарды қойдым, себебі екеуі де тұйық, сабырлы жандар екен, сол үшін кішкене ашу мақсатында қойған болатын сұрақтар. Қатысушылар, жақсы, рахмет. Диора, сырласуға барасыздар ма? Иә. Жақсы, шығарып салайық. Барып чемпион шайынан шай ішіп, Бексұлтан екеуіңіз сырласып қайтыңыздар, әңгімелеріңіз жарасып кетсін. Сіздерді шығарып салайық. Бірақ менің ойымша өте жарасымды жұп, тіпті бойларына дейін сондай сымбатты қыз бен жігіт болып, енді әңгімелері жарасып кетсе, нұр үстіне нұр болар еді деген ойдамыз, және де біраз сәттерден кейін таныстық жалғасады деген жауапты естейміз деп ойлаймын. Біз құрметті көрермен, енді ары қарай жалғастырамыз, және де жалғастыру үшін енді бізде дәл қазір күтпеген жан келіп тұр. Мүмкін күткенде шығармыз. Не айтады деген мұзда. Және де ол жанның өзінің шындығы, өзінің пікірі, өзінің ойы бар. Сіздердің ойларыңызда басқаша көзқарас қалыптасуы мүмкін. Біздің де әлі де қояр сұрақтарымыз өте көп. Және де біз ол жанды ортаға шақырамыз, келіңіз. Расул, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Қош көрдік баршаңызды. Біз кеше енді эфирде айтқан болатынбыз, сізге бір күн береміз, ертеңге дейін күтейік, түсіндіріп өзіңіз келіп мән жайды айтсаңыз деп. Не болып жатыр негізі? Әсемді жарты жолда қалдырдыңыз, ұятқа қалдырдыңыз. Естуіміз бойынша сан түрлі әңгімелер бар, сіз үміткерді шақырып алғаныңыз бар, одан бөлек тағы да тіпті әсеммен бірнеше күн кездесіп, екеуміз қосыламыз деп күні бойы бірге қыдырғандарыңыз, дүйсенбі күні келеміз дегендеріңіз, бірақ сіздің жоғалып кеткеніңіз деген секілді, одан кейін хабарласып, әсем маған мүлдем хабарласпа, жазба дегендей әңгімелер, менің әкем саған қарсы, жобаға да қарсы деген әңгімелер. Жалпы, Расул, не істеп жүрсіз? Негізі бір мәселе болды сыртта. Мен сол мәселені шешпегенше мен эфирге келмеймін деген сияқты ой туындады менде. Сондай ой болды, бірақ кешеден бері мен көрдім эфирларды, менің дайрегіме көптеген адамдар жіберді. Бұл жерде негізі шынын айтайын, мен Әсемнің жылағанын, басқа қатысушылар ауыр пікір айтқанын мен қаламын. Иә, мен соның үшін келіп отырмын. Сіз басынан бастап айтып бағана да мен сыртта жаңағы көріп отырмын, жылап қалып жатыр. Мен қаламаймын ол нәрсені. Жылама болды. Тағы да сондай сөздер, жылы көзқарастар сіздерде, бірақ
түсініксіз ситуациялар сіз басынан бастап айтып берсеңіз сөздің бәрі бірақ шындығында әсемге тиіп жатыр. Мен Сіз қазір қаламасаңыз да. балаусаған барлығын мен түсіндіріп беремін. Жақсы, Не болды, тыңдап не тұрмыз. қойды. Бірақ шынымен мен былай бастайыншы әңгімені. Мен Әсемді жақсы көремін. Жақсы көремін, мен жібермедім мен ол қызды. Кезіндегі мен сені алам, мен сені жақсы көремін деген нәрселердің барлығы ол шынайы болды менің тарапымнан. Бірде бір өтірік қосылған жоқ. Өйткені мен осы эфирде отырған кезде мен ешқандай қызға, не только эфир, сыртта да мен саған ғашық болып қалдым, мен сені алам, ата-анаммен таныс деген нәрсені айтпағам. Кеше де, мен солай бір Әсемді ортаға отқа тастап кеткен адам сияқты көрініп қалдым. Мен мәселені шешуден, мәселені бір өзіме дұрыс болсын деп қашудан мен ондай жігіт емеспін. Мен бұдан да ауыр мәселелердің кезінде өткенбіз, осы жерде ол мәселелерді шешкенбіз. Менде просто андай нәрсе болды. Әсемнің айтқаны дұрыс болды шынымен. Алдында мен Әсеммен сыртта қосылдық біз. Біз дүйсенбі күні келіп барлығын айтамыз. Біз қайтадан бір-бірімізге деген сезіміміз бар, бір-бірімізді жақсы көреміз, бір-бірімізді жібермейміз деген сияқты әңгімелерді айтамыз деп келістік. Сол өткен алдынан бастаңызшы. Сіздер екіге кеттіңіздер, кеткеннен кейін қай уақытта сіз үміткер шақырғыңыз келді? Сол таныстық тоқтағаннан кейін ертеңіне ғой деймін. Шынымен Әсемнің айтқанында, Аружаннан да кешірім сұраймын сырттан. Мүмкін мен солай ойнаған сияқты көрініп қалған шығармын, бірақ шынымен мен Әсемді қызғандыру үшін ол қызды шақырып алдым. Оны Әсем де білді, соңында Аружан да білді. Расул, бізде дәл қазір жарнама. Жарнамадан кейін сізді толықтай әрі қарай тыңдаймыз. Сәлем, құрметті оқырман. Бүгін сіздерге әділет, Аяулым және Айгүл арасындағы бір қызық әрі күрделі жағдай туралы айтып бергім келеді. Бәрі жақсы басталған еді. Әділет пен Аяулымның таныстығы өте сәтті өтіп, бір-біріне деген ықыластары күннен күнге артып келе жатқандай көрінді. Аяулым өте сезімтал, ашық мінезді қыз. Ол Әділетпен арадағы қарым-қатынасты шын көңілімен қабылдап, үмітпен қарады. Екеуі кездесіп, әңгімелесіп, тіпті болашаққа деген біршама жоспарлар да құрғандай болған. Бірақ деген бір кішкентай ғана сөз талай дүниенің шырқын бұзады емес пе? Аяулым байқады. Әділеттің жанары кейде алысты іздегендей, жүрегі бір нәрсеге алаңдаулы сияқты еді. Бір күні ол шыдай алмай Әділетпен ашық сөйлесті. Өзінің ішкі ренішін, күдігін айтты. Сезді, бұл жүректе басқа біреудің ізі бар сияқты. Сөйтсе, расында да Әділеттің бұрынғы сезімі, Айгүлге деген махаббаты толық сөнбеген екен. Уақыт өте бәрі ұмытылды деп ойлағанымен, жүрек кейде ақылға бағынбайтынын тағы бір дәлелдеді. Осы кезде Айгүл мен Тәуіржан Дубайда жүрген. Бұл сапар кездейсоқ емес сияқты. Айгүлмен кездесу мақсатында Әділетте Дубайға барған болып шықты. Олар сөйлесті, кездесіп, арадағы біраз жайды ашық түрде талқылады. Не үшін? Мүмкін жүректегі соңғы сұрақтарға жауап табу үшін. Немесе сезімнің шынайы бар жоғын анықтау үшін. Бірақ осыдан кейін Әділет бір шешімге келген сияқты. Ол Аяулыммен арадағы таныстықты тоқтатты. Жобадан да шығамын деп қалды. Бұл шешім оңай қабылданған шешім емес. Бірақ шындықпен өмір сүру кейде ауыр болса да дұрыс жол. Аяулым үшін бұл күтпеген жағдай болды. Ол ренжіді, көңілі қалды. Бірақ оның жүрегі таза, ол ешкімге жамандық ойлаған емес. Мұндай сәттерде адам өзін әлсіз, бос сезінеді. Алайда дәл осындай қиындықтар адамды өсіреді, шыңдайды. Бұл өмір. Кейде жүрекпен ақыл, сезіммен шындық күресіп жатады. Әр кейіпкер өз жолын таңдайды, өз шешімін қабылдайды. Бірақ бір нәрсе анық, ешбір сезім бекер болмайды. Әр таныстық тағдырдың бір сабағы. Сіздерге шынайы сезім мен сабыр тілеймін. Кейіпкерлеріміздің болашағы қандай боларын уақыт көрсетер. Аяулым үшін бұл жай ғана таныстық емес еді. Ол Әділетке сенген, шын көңілмен жақсы көре бастаған. Оның үміті, арманы бәрі бір сәтте үзіліп кеткендей болды. Бірақ соған қарамастан, Аяулым өзін ұстай білді. Ол ренжігенімен әлсіздік танытқан жоқ. Ешкімге жалбарынбады, ешкімнің артынан жүгірмеді. Оның үнсіздігі терең реніштің белгісі болды.
әділеттің өзі де оңай шешім қабылдаған жоқ. Айгүлмен кездесу оны одан сайын шатастырды. Мүмкін ол жүректегі өткенді жабамын деп ойлаған болар. Бірақ кейде адам жүрегін емес, ақылын тыңдауы керек. Ол өз сезімдерінің ара жігін ажыратуға тырысты. Ал осы тырысу барысында қасындағы адамға, аяулымға ауыр тиді. Ал Айгүл ше, ол да бәрін жай қарап отырған жоқ. Тәуіржанмен бірге бола тұра, әділетпен кездесуге келісуі көп нәрсені аңғартады. Мүмкін ол да іштей шешім қабылдай алмай жүрген шығар. Бірақ екі есікке бірдей қарап тұру әділетсіздік. Ең өкініштісі, мұндай үштік қатынаста біреу міндетті түрде жараланады. Қазір әділет жобадан кетуге дайын. Бірақ бұл шешімі шынайы ма, әлде эмоцияның әсері ме белгісіз. Аяулым үндемесе де, ішінде дауыл тұрғанын бәріміз білеміз. Оның көзіндегі мұң бәрін айтып тұр. Бірақ ол өзін жоғалтқан жоқ. Керісінше енді өзін жақсырақ тани бастағандай. Бұл жағдай оған сабақ болды, кімнің шынайы, кімнің әлсіз екенін түсінді. Уақыт бәрін орнына қояды дейді. Бірақ жүректегі сыз мәңгі сақталып қалуы мүмкін. Бұл оқиға бәрімізге ой саларлық. Адамның сөзі емес, ісі маңызды екенін, шынайылықтың әрқашан бағалы екенін тағы бір еске салады.